Адам баласы өмірде бір-ақ нәрсемен күреседі, ол нәпсі. Яғни біреуді жеңген адам мықты емес, өзін жеңген, өз нәпсісін тиған адам мықты. Дұшпанын жеңген адам ақылды емес, дұшпанын досына айналдырып берген адам ақылды. Бұның ар жағында мен не айтқым келеді? Мысалы мынандай мақал бар: еңкейгенге еңкей, шалқайғанға шалқай дейді. Оны енді кез келген адам жасай алады. Ал енді сен еңкейгенге еңкейіп, саған қиянат жасаған адамның өзін кешіре білсең, бұл сенің жаңағы азаматтығың. Әр қазақ осы Абайдың осы сөзінен дұшпан жеңбей, оны досына айналдыра білсе, біздің қазақтың арасында алауыздық болмайды. Қазақ бірігеді. Саған қиянат жасады ма, саған жамандық жасады ма, ол өз Алланың алдында жауап береді. Сен оған қарсы жаңағы не жасасаң, ол сенің онда төмендігің. Яғни жаңағы таспен атқанды аспан ет деген сөз жатыр да астында. Сондықтан да осылай, осыны көрмей, осындай жасаған нәрсесін мен кек қайтармай, бір-бірін кешіре білсе, яғни бүкіл қазақ үшін бұл өте игі нәрсе деп ойлаймын.